Отандық нейрохирургтардың бастамасын бүкіл әлем қолданысқа енгізу мүмкін. Ұлттық нейрохирургия орталығының мамандары зақымданған кеуде омыртқасын алып тастап, орнына имплант орнатты. 3 жылғы зерттеу нәтижесі жемісін беріп, алғашқы пациенттерге жасалған ота сәтті аяқталды. Ноу-хау жайында Асима Нұрбайқызы. Адам ағзасындағы омыртқа міне шамамен осындай болады. Мынау бел омыртқасы, а мынау кеуде тұс жағы. Ісік шамамен мына жерде болған. Отандық дәрігерлер осы омыртқаны толығымен алып тастады да, оның орнына міне мынадай титаннан жасалған имплант қойды. Бұл операцияның ерекшелігі сонда, және қиындығы мына жерде міне өздеріңіз көріп тұрғандай жұлын орналасқан. Егер жұлынға зақым келетін болса, онда адамның қимылдау немесе басқа да маңызды функциялар мүлдем істен шығуы мүмкін. Сол жұлынды зақымдап алмай дәрігерлер жасанды аппарат орнатты. Қазір 4 науқасты аяғынан тұрғызды. Мұндай күрделі операцияны жасау үшін мамандар 3 жыл бойы іргелі зерттеулер жасапты. Осы ғаламда жасаған 3D омыртқаны біз шетелге алып барып, сосын оны экспериментальный аппаратта тексеріп көрді. Нәтижесі дұрыс дегеннен кейін, барлығы ойдағыдай болғаннан кейін, біз 6 мәйітке жасадық. Сондай эксперимент дүниесін қарап отырмыз. Бұндай операция болған деп есептелмейді әлі. Осыған дейін де отандық дәрігерлер мұндай операцияны жасамады емес. Омыртқаны ауыстырып, орнына жасанды аппарат қойылып келді. Бірақ ол қалыпты тәсілмен істелгендіктен көбіне нәтижесіз аяқталатын. Ал енді әрбір науқасқа барлық параметр мен өлшемі сайма-сай келетін арнайы жеке имплант жасалып қойылып жатыр. Дидардың жүзі енді дидарланды. Ол 1,5 жыл бойы төсек тартып жатты. Жүріп тұрудан, ойнап күлуден қалды. Омыртқасында пайда болған ісік асқынып, жұлынды қысып тастап, қимылдатпай қойған. Дидардың дендеген дертін дәрігерлер дүние жүзінде болмаған әдіспен емдеді. Операция арқылы омыртқасын алып тастап, орнына жасанды имплант орнатты. Бұны операцияға дейін істей алған жоқсың ба? Жоқ, операцияға дейін бұл түгілі жүре алмайды. Жүре алмайсыз, да? Операциядан кейін ондай аурулар қазір жоқ. Жақсы. Қазір бұрын операцияға дейінгі кейбір қимылдар жасай алмайтын. Дәрігерлерге рахмет. Ұлттық нейрохирургия орталығы мамандарының кезекті жетістігіне қазірдің өзінде шетелдік әріптестері үлкен қызығушылық танытып жатқан көрінеді. Демек, келешекте қазақ медицинасының табысы әлемдік деңгейде кеңінен қолданылуы мүмкін. Асима Нұрбайқызы, Мақсат Тастенбеков, Қарлығаш Тұрғынбекқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.